Алмасудың түрлері. Өмірде біз әртүрлі әрекет жасаймыз, әртүрлі адамдармен кездесеміз, сөйлесеміз, әртүрлі нәрселерді өмірде тұтынамыз. Осы кезде бізде адамдармен, яғни қарым-қатынасқа түскен кезде алмасу пайда болады. Мысалы, дүкенге бардыңыз, бір зат сатып алу керек болды сізге. Зат сатып алатын кезде сіз міндетті түрде ол адаммен сөйлесесіз. Маған мынандай зат керек еді, бағасы қанша, қандай түрлері бар деген секілді. Сол жерде затты аласыз, оған қаржысын төлейсіз. Ол затты алып үйіңізге барып қолданып көресіз. Сол сәтте сізде әртүрлі эмоциялар пайда болады. Ол затты алып, мысалы бағасын бір 10 000 теңгелік зат делік, 10 000 теңгеге бір зат алдыңыз делік. Үйге барып тұтынып көріңіз. Сізге ол зат ұнады, өте қатты ұнады. Бұл кездегі сіздің әрекетіңіз ол адамға дейін сіз рахмет айтасыз. 10 000 теңгеге алып едім, өте сапалы, жақсы дүние екен, маған шынымен ұнады деп, ол адамға сіз келесіде тағы да сол жерден басқа товарларды алуға сенімді түрде барасыз. Яғни бұл жердегі алмасуымыз бұл жоғары алмасу болып тұр. Яғни бізде ол адамға деген сіздің қарым-қатынасыңыз жоғары деңгейде өте жақсы болып тұр. Яғни ол сізді риза қылып жіберді. Немесе сол затты алдыңыз делік, бірақ үйге алып келдіңіз, ашып қарадыңыз, 10 теңгеге алған затыңызға лайықты. Бұл кезде эквивалентті алмасу, яғни қарапайым тілде айтсақ, тепе-тең алмасу деп айтсақ та болады. Сіз ол адамға эмоцияңыз қатты жоғары емес, товарға деген қатты төменде емес, бірақ сол алған 10 000 теңгеңізге лайықты зат. Үшінші, 10 000 теңгеге алдыңыз, ашып қарадыңыз, бірақ кішкене бақтары пайда болды, немесе кішкене сізге ұнамады, 10 000 теңгеге алып еді, мынау 10 000 теңге лайықты емес. Бұл жерде эквивалентті емес, яғни ол адамға деген сіздің ішіңізде реніш пайда отыр. Яғни сіз оған 10 000 теңге төледіңіз, ол сізге 10 000 теңгелік затты берді, бірақ ол 10 000 теңге лайықты зат емес, может ол бір 8 000, 7 000 теңгелік болуы мүмкін. Және ол затты сіз, бұл жаңағы үшіншіміз эквивалентті емес, тепе-тең емес былайша айтқанда. Сіз разы да емессіз, ішіңізден ренжіп тұрсыз кішкене. Және төртінші, бұл криминальный обмен дейді, яғни криминальный алмасу. Сіз ол затты алдыңыз, ақшасын 10 000 теңге төледіңіз, үйге алып келсеңіз, оның ішінде сіз ойлаған зат жоқ, сізді алдап жіберген. Немесе сіз ойлаған зат бар, бірақ сіз интернеттен ашып қарасаңыз, ол заттың бағасы бір 200 или 500 теңге болуы мүмкін, бірақ сізге ол алдап өте қымбат бағада 10 000 теңгеге сатып жіберді. Ол кезде сіз өте қатты ренжисіз. Яғни осы өмірде біз адамдармен қарым-қатынасқа түскен кезде осы төрт түрлі алмасу жүреді. Яғни бірінші жоғары абмен, екінші жоғары абмен дегенім жаңағы біреу сізге товар или бірдеңке берді, ол сіз берген заттан жоғары болды. Немесе сізге біреу келіп товар бірдеңке алғысы келді, өнім, сіз одан да жоғары нәрсе беріп жібердіңіз, төлеген ақшасынан гөрі. Одан кейін екіншісі бұл эквивалент обмен, яғни тепе-тең обмен. Үшінші эквивалентті емес, тепе-тең емес, бір жақ риза болмай қалады. Ал төртінші бұл ең жаманы криминальный обмен, яғни криминальный алмасу. Ол жағдайда екі жақтың біреуі мүлдем қанағаттанбайды, яғни оның алмасуы тепе-теңнен өте төменгі деңгейде болады екен. Тағы да бір мысал, мектептегі мұғалімді алайық. Сіз оқушысыз және мұғалім бар. Мысалы, физика пәнінің мұғалімі делік. Ол сізге таңертең келіп сабағын түсіндіріп жатыр. Бірінші жақсы көңілмен қарсы алып алды. Сөйтіп ол өзінің тақырыбын айтып, балалардың барлығына жақсы көңіл күймен тақырыпты түсіндіріліп жатыр. Өте қатты. Анты-шынтымен тақтаға жазып, түсіндіріп, суретін көрсетіп, бұны өмірде қай жерде пайдалануға болады, есеп шығартып, сөйтіп түсіндіріп жатыр. Осы кездегі сіздің әрекетіңіз егер тыңдамай, басқа нәрсемен айналысып, соткыңызды шұқылап, немесе артыңызды шулап отырсаңыз, бұл кездегі сіздің алмасуыңыз, бұл төмендегі жаңағы айтқанымыз криминальный алмасу немесе эквивалентті емес алмасу. Осы екеуінің біреуіне жатып тұр. Бұл көбірек негізі криминальный алмасуға келіп тұр.
яғни сіз мұғалім сізге білім беріп жатыр ынты шынтысымен, шын ниетімен, ал сіз тыңдамай отырсыз. Енді дәл осы мысалды алайық. Егер ол сізге жаңағыдай ынты шынтымен түсіндіріп жатыр, бірақ сіздің әрекетіңіз тыңдаған сияқты болып, бірақ өзіңіз басқа нәрсені жасап отырсаңыз, бұл жердегі алмасу сіздегі эквивалентті емес, яғни тепе тең емес алмасу. Яғни мұғалім сізге ақпарат беріп жатыр, сіз оны тыңдап отқан жоқсыз. Мұғалім сізге көп нәрсе беріп жатыр, сіз оған ештеңе беріп отқан жоқсыз. Ал мынандай жағдайды алып қарайық. Мұғалім сізге күшті түсіндіріп жатыр, сіз отырып оның жаңағы түсіндірген нәрсесін барлығын жазып, арасында сұрақ қойып жатырсыз, және сол жерден үйреніп жатырсыз. Бұл уже тепе-тең, яғни эквивалентті алмасуға жатады. Ал егер төртінші жағдай, мұғалім сізге ынты шынтымен түсіндіріп жатыр, сіз оны түсініп, сұрақ қойып, конспектісін жазып, есебін шығарып, соңында апайға ризалығыңызды білдірсеңіз, жаңағы мұғалімге ризамын апай, осы тақырыпты өте күшті үйреніп алдым десеңіз, мұғалім де риза болып қалады. Яғни бұл бізде уже мұғалімге деген сіздің жоғары алмасуыңыз. Өмірде біз жақсы өмір сүруіміз үшін, айналадағы адамдармен, яғни қоғаммен жақсы қарым-қатынаста болуымыз үшін біз әрқашан жоғары менде, яғни жоғарғы алмасуды таңдауымыз керек. Яғни сізден күткен нәрседен сіз одан көбірек нәрсе жасаңыз, яғни жоғарырақ нәрсе беріңіз. Сізге біреу бір сыйлық берді ме, сіз одан кішкене жоғарырақ сыйлық беріңіз, немесе ынты шынтыңызбен рахметіңізді айтыңыз. Яғни сізден күткен нәрседен сіз кішкене 1%, 2%, 1-2 қадам жоғары нәрсе жасасаңыз, онда өміріңіз өте жақсы болады деген сенімдемін.